Салам оқушылар. Бүгінгі тақырып шыққан ортада бесеудің қайтадан сөйлемді ашып, көмекті жазып жазамыз. Ашық кезеңі сипатталған және де ол жерде 5 адам, ал екеуі Алматыдан және де олардың бәрі қазақтардан айтып шықсақ, олар Емберген Алтынбеков, Мұтан Дәулетқаев, Қуар және де Ғабит пен Мансұр. Сол 5 адам. Бесеудің хаты деп аталуының негізгі себебі ол осы қазақ халқының 5 көрнекті тұлғасы Сталинға арнап хат жазады. Яғни сол хатта олар ашаршылық мәселесі туралы айтып, оған жеткізгісі келеді, бірақ ол хат Сталинға жетпей, Рысқұлов оның алдына барып, сол мәселе туралы өзін айнықтай айтып береді. Көшіп қонып жүрген елді бір жылдың ішінде, тіпті жарты жылдың ішінде кредиттендіру отырғышы еді қандай екенін түсінесіз бе? Экономикалық тұрғыдан, психологиялық тұрғыдан келгенде отырғаны керек, әрине бір сәтте емес қой, бірте. Бұл үзіндіде Рысқұлов қазақ халқының тарихи тұрмыс-тіршілігін, жағдайын баяндап, патриоттық жүрекпен еліне жаны ашып береді. Айталық Қазақстандағы қазіргі одақтастың басқа бір жерінде, айталық Тамбов губерниясында болып жатса, сен өстіп жолдар ма едің? Жанашырлық, және де ол жанашырлық тек өзінің елдестеріне, өзінің туыстарына ғана емес, басқа халықтарға да көмек керек адамдардың барлығына көмек беруге дайын екенін көрсетсін. Қиын жағдай. Дамуға Әбек Мүсіреп бастаған бесеудің хаты. Оқиған байрамы қатты Сталин мектептегі Оқиғаның шересі шарықтау шегі Галашу кең аты. Оқиғаның шешімі, бюро шешімінің бесеуінің Бұл үзіндіден келесі саты байқауға болады. Еліне деген жанашырлық, сүйіспеншілік, Рысқұлов атамыз өз елі үшін барлығын және ештеңені аямауға дайын екенін байқауға болады. Осыған қоса Рысқұлов